Адамдар адамдарды түсініп жатыр. Ал тағы бір адамдар таңдана қарауда. Өкінішке орай олар дәл осылай болуын қаламап еді. Амал нешік? Жазмыш осылай етуге мәжбүр қылды. Если вас это заинтересует, если кто-то сверху нас услышит, было бы замечательно. Бірі бастады, бірі қоштады, нәтижесінде құлағы ауыр еститін жандарға арнайы театр ашылатын болды. Бұл театр басқа театрларда мүлдем басқаша. Мұнда құлағы ауыр еститін адамдар өздері қойылым қояды. Режиссері жас маман Данияр Малғождаров. Жобаны жоспарлаған Жаснұр ассоциациясының қызметшісі Ақбала Маратқызы. Қолдау көрсетіп, демеп отырған Сорс Қазақстан қоры. Тәлімгер ретінде бағыт беруге елімізге арнайы келген Недослов Мәскеу театрының көркем жетекшісі Анна ханым кезегінде сөз алып, бұл театр керек екенін алға тартты. Қазақстанда алғаш ашылып, соңын кестіріп жатқан бұл жаңа театр алғаш қойылымдарын алдағы күннің еншісіне қалдырды. Мен бұрында осы армандап отырған, қатысуға сезім беріп, әртіс болып қатысқым келеді дейді. Недословтан келгендеріне бізге көрсетті, қандай өзінің мамандықтар екенін. Кеше бізге көрсетті, бәрін бізге қатты ұнады дейді. Сабақтан кейін колледжден және осында қатысып отыруға келіп отырамын дейді, және маған қатты ұнайды дейді. Ол менің арманым дейді, әртіс болып қатысуға.